Тірлікте ғұмыр кешкен мағыналы, жан едіңдер сыйлаған бәрі-бәрі. Ата-әже, сендерді немерелер іздейді, әлі күнге сағынады. Отбасының тірегі болғансыңдар, жадымызда мәңгілік қалғансыңдар. Зымыра өтіп жатыр жалған жылдар. Заңдылық қой, адамдар алмасады, ғұмыры ұрпағымен жалғасады. Сағынышпен сіздерді еске аламыз, сағынышсыз сезімнің бар ма мәні? 30 жыл. Я, тұп-тура 30 жыл өтті. Анамыз кеткеніне, бірақ ана деген сөздің сағынышы жылмен өлшенбейді екен. Анашым, сен кеткенде біз әлі бала едік. Біреуіміз есейдік, біреуіміз енді еш жиып келе жатқан. Сенің алақанының жылуын аңсап өстік. Анашым деп еркелейтін күндерді сағындық. Сен қалдырған мейірім, қамқорлық, ақыл мен ізгілік әрдайым жүрегімізде өмір сүреді. Біз үшін есіміңде, бейнеңде, жарқын естеліктеріңде мәңгі жүрегімізде сақталады. Өмір сыйладың, мәпеледің, ол қызыңды жетеледің, мақсатына көздеген. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бұл өмірде, жалым биік өзгеден. Анашымай, көктегі күндей, көктемгі Өмір өз арнасымен ағып жатты. 3 жыл бұрын Асқар тауымыз, әкемізде мәңгілік сапарға аттанды. Тағдырдың жазуына ешкім қарсы тұра алмайды. Бүгінгі ас садақамыз өзіңізге деген құрметіміздің, сарқылмас сағынышымыздың және жүректен шыққан дұғамыздың белгісі. Сіз біздің жүрегімізде мәңгі тірісіз. Есіміңіз жадымызда ұмытылмайды. Темірғали ағам, міне, бақилық болғанына 32 жыл. Өмірің қысқа болса да, орның біздің жүрегімізде мәңгі қалды. Ислам ағамыздың да бұл өмірден өткеніне де 12 жыл өте шығыпты. Бірақ сенің күлкің, сенің бейнең көз алдымыздан әлі кеткен жоқ. Бүгінгі ас бұл анамыздың рухына тағзым, бұл әкеміздің рухына құрмет, бұл Темірғали мен Ислам ағаларымызға арналған дұға. Уа жаратқан, анамыздың жатқан жерін нұрға бөлей көр. Әкемізді өз рахымыңа бөлей көр. Темірғали ағамыз бен Ислам ағамызды Фирдаус жанатымен сүйіндір. Бізге ата-анамыздың үмітін ақтайтындай, бірлігімізді жоғалтпай өмір сүруді нәсіп ет. Балаларымыздың қызығын көруді, ұрпағымыздың амандығын бер. Бүгінгі оқылған әр Құран, әр дұға, әр сауап марқұмдардың рухына жетсін. Әумин. Адам бұл дүниеге мәңгі келмейді. Жақсылық қана артында қалады. Біз бүгін жүрегіміздегі сағынышты дұғаға айналдырып отырмыз. Алла барша марқұмдарымыздың
жатқан жерін жарық, топырағын торға, мекенін жәннат етсін. Әумин.